Мен Нургалиева Гаухар Армияновна, Қарақұдық жобым, КМ директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарамын. Менің кәсіби қызметім сапалы білім беру үдерісін ұйымдастыруға, оқыту нәтижелілігін арттыруға, педагогтердің әдістемелік жұмысын үйлестіруге және білім алушылардың жан-жақты дамуын сүйемелдеуге бағытталған. 2007 жылы информатика пәні бойынша ПБ-ді үздік бітірдім. Бұл менің кейінгі кәсіби дамуымның берік іргетасы болды. Мектептің Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшасы мен ресми сайты арқылы ата-аналар, оқушылар және жұртшылық мектеп өмірі, жетістіктері, оқу тәрбие жұмысы және өткізілген іс-шаралар туралы өзекті ақпарат ала алады. Біздің педагогтер білім сапасын арттыру бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп, оқыту әдістемесін жетілдіріп, кәсіби байқауларға, курстарға, семинарларға және әдістемелік іс-шараларға белсенді қатысады. Мектеп жұмысындағы маңызды бағыттардың бірі педагогтерге әдістемелік қолдау көрсету, тәжірибе алмасу алаңдарын қалыптастыру, кәсіби қауымдастықтарға қатысу болып табылады. Жас ұстаздарға кәсіби бейімделу кезеңінде бағыт-бағдар беру, сабақ жоспарлауды үйрету, заманауи оқыту әдістерін тиімді қолдануға қолдау көрсету басты назарда. Сонымен қатар тәжірибелі мұғалімдер тарапынан тәлімгерлік ұйымдастырылып, ашық сабақтар мен шеберлік сағаттары өткізіледі. Сабақ барысында интерактивті тақта, онлайн платформалар, цифрлық білім беру ресурстары кеңінен қолданылып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға ықпал етуде. Мұғалімдер түрлі инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, білім алушылардың сыни ойлау, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуда. Шағын орталыққа бағыт-бағдар қолдау көрсетілуде. Жұмыстың маңызды бөлігінің бірі оқушыларды олимпиадаларға, байқауларға, оқуларға, жобаларға және зерттеу қызметіне дайындау. Біздің педагогтер үздіксіз еңбегінің нәтижесінде мектеп оқушылары аудандық, облыстық және республикалық деңгейлерде жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуде. Елбасы медалі иегері, алтын белгі иегерлері үздік аттестат, республикалық, облыстық жарыстарда жүлделі орындарға ие болды. Әдеби оқуларға, шығармашылық кештерге, мәнерлеп оқу байқауларына және поэзиялық жобаларға қатысу арқылы оқушылар тек тілдік қабілеттерін дамытып қана қоймай, ұлттық құндылықтарды терең түсінуге үйренеді. Қорытындылай келе, ұсынылған материалдар мектепте бірнеше маңызды бағыт бойынша жүйелі жұмыс жүргізілетінін көрсетеді. Соның нәтижесінде ең үздік ауыл мектебі атанып, 64 миллион қаражатпен жаңа технологиялармен қамтамасыз етілді. Алдағы уақытта да біз мектептің білім сапасын одан әрі жетілдіруге, білім беру ұйымының ашықтығын нығайтуға бағытталған жұмысты жалғастырамыз.